Өткен жол сабақта біз қазақ жеріндегі жаппай сауатсыз жою науқаны қалай жүзеге асқаны туралы қандай бұйрықтар шыққандығын айтып өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз кеңес үкіметінің алғашқы 10 жылдығындағы жалпы білім беру жүйесінің қалыптасуы қалай жүзеге асты, сол туралы айтатын боламыз. 1918 жылы екі сатылы бірыңғай еңбек мектептері құрылған болатын. Яғни бірінші сатысындағы 8-ден 13 жасқа дейін білім алған болса, ал екінші сатысында 13-ден 17 жасқа дейінгі балалар оқиды деп бекітілді. Яғни бұл негізінде жүзеге асып отырды. Ал енді 1918 жыл қазан айынан бастап шағын ұлттар мектебі туралы қаулыға сәйкес барлық ұлттар, соның ішіндегі қазақтар өздерінің ана тілінде оқуды ұйымдастыра алады деп жариялады. Яғни осыған байланысты қарайтын болсаңыз, біз аяқ асты көші-қон мәселесі бол, депортация, эвакуациялық жолдармен қазақ көп ұлт делгені алды. Сол себепті мектептердің өзінің ұлтына сәйкес мектептер ашыла бастады.